қарапайым отбасында дүниеге келдім. Әке-шешем жұмыссыз, әкем ауылдың малын бағады. Анам балалардың қасында, мен үйдің үшіншісі. Алдында әпкем мен ағам бар. Қалғандары менен кіші бауырларым тағы бар. Мен үнемі әпкемнен қалған киімдерді киемін, әрі намыстанатынмын. Әке-шешеміздің біздің барлығымызға жаңа киім әперуге жағдайлары жетпейді. Сондықтан болар бала кезде мен болашақта бай боламын. Отбасы құрса бір баладан артық тумаймын. Анам сияқты топырлатып туып, не киімге, не тамаққа зар қылдырмаймын деген оймен бойжеттім. Әкем қарапайым болса да өте намысшыл, еңбекқор. Әкемнің тәрбиесі болар үлкен қалаға аяқ басқанда өз басымды алып жүрдім. Қыздармен желкілдеп қыдырмадым. Есесіне бар уақытымды сабаққа арнап, қалайда оқуды жақсы бітіріп, биік белестерден көріну болды. Бұл кездері әпкем тұрмыс құрып, оқуының соңғы курсында сүйген жігітіне қосылды. Дипломын әзер алған әпкем қалған өмірін бала туумен өткізді. Сонда іштей күйінетінмін. Әпкеме барған сайын, әпке, неге туа бересіз? Жұмыс жасап өзіңізге қарасаңызшы. Негізі жесем өте жақшан. Әпкемді аялап айтқанына шықпайды. Әпкем болса менің сөздеріме күліп, Алланың берген байлықтарынан қалай бас тартамын? Жұмыс деген кейін жасап үлгеремін. Аш емеспіз. Жесең бағып жатыр. Әйтеуір айтатыны балалар бұл да анам сияқты топырлатып туды. Бірақ барлық уақытын балалар мен күйеуіне арнайды. Сол үшін де жесем жақсы көретін шығар. Өзіне мүлдем көңіл бөлмейді. Көйлек ал деп берген ақшаға балаларына киім әпереді. Оқудан келер жылы келіп соқсам, ана жылы киген көйлегін киіп жүргенде іштей ашуланатынмын. Әпкемнің осындай өмір сүргеніне іштей ашуланып, еш уақытта олай болмауына өзім уәде бердім. Оқу оқып, әрі стипендия алған сайын өзіме жарасымды киімдер киіп, өзімді өзгелерден биік ұстайтынмын. Ешқандай қызбен араласпаймын. Өте сабырлы әрі тұйықпын. Осы мінезімді ұстаздарым да жақсы көруші еді. Барлық уақытым тек оқу. Группаластарым саябақта қыдырып жүрсе, мен кітапханадан шықпаймын. Өйткені менің мақсатым биік. Болашақта бір жерде креслода отыратын бастық болуды, үлкен қабатты үйім болуды қатты армандадым. Сол арман үшін күні-түні оқу. Жоғары оқуды қызылмен бітіріп, магистратураны жалғастырдым. Магистратура оқып жүргенде Жігер есімді группалас жігіт ісімнен қалмай жүрді, әрі қашып жүрдім. Десе де ол жігіт мен үшін неше түрлі сыйлықтар мен жылы сөздермен жүрегіме жол тапты. Сонда да мен өзімнің арманымнан бас тартпай, магистратура бітіріп жұмысқа орналастым. Жігердің отбасы қарапайым жандар. Ол да менің жұмыс жасайтын жерге жұмыс жасады. Жұмыста да артық сөзім жоқ. Барлық тапсырманы мұқият тиянақты етіп жасайтын менің лауазымым бірден көтерілді. Сол кездері әріптестерімнің көбі мені ұнатпады. Тіпті кейбірі бастықтың көңілдесі дегенде намыстанып жылаған едім. Көп ұзамай Жігердің жары болуға келістім. Негізі тұрмыс құрмай жүре беретін едім. Әріптестерімнің сыртынан айтқан шала сөздеріне жүрегім тиіп кетті. Қанша жыл ізімнен жүгірген Жігерге өзім отбасы болуды айтқанда мені құшақтап қалай қуанғанын көрсеңіз. Әлемдегі ең бақытты жанмын деп қайта-қайта бетінен сүйе берді. Әттең, Жігер қуанғанда мен тек амалсыздан ғана тұрмысқа шыққалы жатқанымды білмеді. Жігерді былай ұнатамын, бірақ жұмысымды бәрінен биік қоямын. Жұмысыма қатты берілген сонша отбасыдан гөрі жұмысы маңызды еді. Жігердің әке-шешесі ауылда тұрады. Келін боп түскен сәтте 10 күннен соң қаламызға тайып тұрдық. Жұмысымыз қалада болса да жігердің жеңгелері бар. Мен кенже келін болдым. Ең қызығы, менің анам мен енем бала кездегі құрбылар болған екен. Екеуі де екі жаққа тұрмыс құрып, аралары біршама үзілген достықтары менің арқамда қайта жалғасқан құрбы құдағи болды. Енем мені келін емес, өз қызындай көрді. Демалысқа барған сайын мені жұмсамай, абысындарға кенже келінді жұмсамаңдар, өздерің жасаңдар, бұл қонақ деп мені отырғызып қоятын. Бұл енді мен үшін абырой десе де, абысындарға жағаласып, білгенімше көмектесемін. Көп аса үйдің тірлігін тиіп қашып істеймін. Көп ұзамай аяғым ауырлап ауылға келсем, енемнің еркесі, қалаға барсам Жігердің ханшайымы болдым. Ішімдегі бөбегім бір емес, екеу болғанда күйеуім мен енем көкке көтерді. Сол кездері соншалықты бақытты екенімді мен сорлы білмеппін. Бар ойым жұмысым болды. Жұмыстан келген күйеуімнің менің орныма кімді алғанын, ол қаншалықты жақсы жасап жүргенін сұрап мен ашытатынмын. Жігер болса, жаным, жұмысты ойлама, болашақ сәлбелерімізді ойла. Саған көп уайымдауға болмайды. Әбден еркелікке салынғанмен ренжіп қаламын. Сонан күйеуім жұмыстағы болып жатқан жаңалықтарды айтса, әсіресе менің орныма келген адамды іштей жек көріп, өзімнен ашуланып
ашуым келетін. Айым күнім жетіп, өмірге егіздерді әкелдім. Енем келіп барлық жағдайымды жасады. Шыны керек, декреттегі 2 жылым 20 жылға татығандай. Ол кездері 2-3 жылсыз жұмысқа қосылмайтын еді. Әбден депрессияға түстім. Егіздердің тентектігінде шек жоқ. Кейде ауылға барып тастаймын. Әйтеуір 2 жыл өткенде жұмысқа шығып, қанатын көкке жайған бүркіт секілді пара сала бәрін реттеп жұмысымды қолға алдым. Жұмысыма кіргелі балаларды ауылға жиі қалдырамын. Жігер балаларын сағынып шешесін үйге әкеліп қойды. Қаланың шуы, тар-пәтер ауылдан келген енеме ұнай қоймады. Немерелер үшін шыдаған еді. Соңғы кезде басы ауырып ауылға қайтты. Егіздерімді балабақшаға беріп, мен сол баяғы арманымды орындауға қайта тырыстым. Ең алдымен жұмсақ креслода бастық болу, онан кейін көпқабатты үй салу. Бастық болуды армандаған мен үшін 3 жылдық бастықтың көзіне түсіп, еңбегім босқа кетпеді. Үйге келсем де кешкі асты әйтеуір дайындап, қағаздардан баса алмаймын. Егіздерім 5 жасқа келгенде қалай екенімді білмеймін, жүктіліктің белгілері байқалды. Басында жұмыспен әуре болып жүргенде байқамай жүріппін. Көтергеніме 2 ай болған. Енді ғана директор лауазымын алып, жұмысқа белсене кіріскен кезім. Жиналыста сөз сөйлеп тұрған едім, көзім қарауытып, басым айналып жерге құладым. Есімді жисам, жігер қасымда мәз болып тұр. Жаным, көп рахмет, неге жүктілігіңді жасырып жүрсің дегенде шошып кеттім. Қалайша мен, мүмкін емес. Жылауға дейін бардым. Өйткені маған бала керек емес. Егер тусам, тағы да үй күшік болып, бүкіл арманым көкке ұшады. Жігер, қуанудың қажеті жоқ. Бұл баланы тумаймын. Ертең алдыртамын. Маған жұмыс жасау керек. Кеше ғана директор болдым. Осы орын үшін күні-түні жұмыс жасадым. Жоқ, болды, тумаймын. 2 баламыз бар. Не деп тұрсың, жаным, ала беріп тұрған сыйдан қалайша бас тартпақсың? Мен тағы әке болғым келеді деп күйеуім жалынышты түрмен қарады. Есімнен танып құлағанымда басымды столдың шетіне ұрып алған едім. 1 аптаға демалыс берілді. Ауруханаға жатпай үйге шықтым. Аурухананың есіне жүрегім айнып, үйден ем алдым. Көп ойланбай бұл кінәсіз сәбиден тезірек құтылғым келді. Өзімнің акушеркама барсам, туып ал, жасың келіп қалды. 35 жасында бала туу қиын болады. Қолым бармай тұр, әлі де ойланып көр деп шығарып салды. Ашуланып жүріп үйге қалай жеткенімді білмей қалдым. Жұмыстағы әріптес қыз бар еді. Сол қыздың танысы арқылы бір клиникаға түсік тастауға болатынын біліп, іске кірістім. Әттең, сол бір бейкүнә сәбиден неге соншалықты құтылуға асықтым екен? Акушерка айтқан күні мен бардым. Сағат кешкі 16:30. Олар 1 сағат бойы бейкүнә сәбиімді туралап алған шығар. Әрбір тазалаған сайын жаным шықты. Өткен соң менде өкініш пайда болды. Жүрегім біртүрлі ауырғандықтан болар деп өзімді жұбатып әлекпін. Сумкамдағы телефонымды қарағаным сол еді, 100-ден аса қоңырау келген екен. Ол бір адамнан ғана, егіздерімнің тәрбиешісі. Өзім сонда бедім, жылаған дауыстан шошып кеттім. Абай, тез ауруханаға барыңызшы, егіздердің жағдайы хал үстінде. Ары қарай тыңдай алмадым. Телефоным жерге түсіп, есеңгіреп жылай бердім. Такси тоқтатып балабақшаға барғанда олар қай ауруханада екенін айтты. Мен барғанша бәрі кеш. Балапандармен қоштаса алмай қалдым. Құшағыма да баса алмадым. Сол жерде жылай-жылай тамағым ауырып, жаңа ғана түсік жазған менен қан кетіп есімнен тандым. Жігер болса тірі өлік секілді. Көз алдында егіздерінен айырылған әке, өмірінің соңына дейін өзімді кінәлаумен келеді. Ішімдегі бейкүнә сәбиді алдырамын дегенде жігер біраз жалынып алдырмауымды өтінген. Мен оған айтпай емханаға тексерілуге кеттім деп жалған айтып едім. Бір қызығы, мен түсік жазған уақытта балаларды балабақшадан алған жігер аяқ астынан көшеде танысын кездестіріп қалады. Кішкене сөзге айналғанда егіздер қол ұстасып көшенің ары бетіндегі шарт тұрған адамға қарай жүгірген. Абайсызда алдынан шыққан көлік тежегіштің басуға үлгермей егіздерімді жаншып өткен. Егіздерім үнемі қол ұстасып жүретін. Қызым өте бауырмал. Үнемі сыңары ұлымның қолына жібермей ұстап жүреді. Өмірімдегі бар байлықтан айырылған мына дүниенің бос екенін сезіндім. Жігер екеуміз қанша қайғырдық, тіпті ол ішкілікке салынып жұмыстан шықты. Мен өзімді алдағым келіп, бар күнім-түнімді жұмысқа арнадым. Сонда да балаларымның елесін көретін деймін. Анам мен енем келіп біраз уақыт жұбатқандай болды. Жігер екеуміз содан кейін қанша балалы болғымыз келсе де Алла бұйыртпады. 5 жыл сәбилі болуды қатты тіледім. Емделдім, нәтиже болмады. Өз еркіммен, жігермен ажырасып, басқа қалада тұрып жатырмын.
жігер де мені іздей қоймады. Қазіргі таңда 40-тан асқан оқу орнында жұмыс жасайтын қабағы қатулы ұстазбын. Ешкіммен араласпаймын. Үй, жұмыс, әріптестермен басқосуларына қызық емес. Ішімдегі ең үлкен өкініш. Уақыт кері айналып келсе, егіздерімді аналық махаббатын сыйлап түсік жасатқан сәбиімді алдырмай өмірге әкелер едім. Осы өкінішім жүрегімнен өшіргім келсе де өшпеді.